Мартин Иден, 5-ші тарау. Келесі күні таңертең ұйқысынан оянып, мұрнына ащы сабын қолаңсы кірейіс келгенде түнде көрген әдемі түстері ғайып болды. Құлағына ауыр тұрмыстың қаңғыр күңгірі келді. Бөлмесінен шыға бергенде апасының шаптыққан дауысы мен шапалақтың шарт еткен естілді. Сірә апасы ашуын басайын деп баласының біреуін салып қалған болу керек. Шар еткен баланың даусы құлағына түрпідей тиді. Бұл үйдегінің бәрі тіпті демалатын ауасына дейін жексұрын. Руфь үйінің тыныштығы мен гармониясына мүлдем жанаспайды ау. Ондағының бәрі рухани мархабат дүниесі болса, мұндағының бәрі материялық, дөрекі материялық тіршілік. Бері кел, Альфред, деді ол жылаған балаға қалтасынан ақша іздеп жатып. Мартин ішшар адам емес еді. Жиеніне 25 центтік майда ұстатты да қолына алып жұбатты. Ал енді шауып барып мынаған өзіңе нават ал сатып алып кел. Аналарға да берерсің, ұқтың ба? Бірақ наваттың тез ермейтінін ал. Апасы кеспектен басын көтерді. 10 центте жететін еді ғой, деді ол. Бірақ сен ақшаның қадірін білмейсің. Бала ес білеме? Көп жеп күпті болмаса не қылсын? Оқасы жоқ, ақшам далаға кетпейді, деді оған Мартин көңілді үнмен. Қайырлы таң, апа. Қолың бос емес екен, бетіңнен сүйейін деп едім. Мартин апасын аяп кетті. Байғұс қайырымды ақ жүрек адал жан еді деп ойлады. Өзінше оның інісін жақсы көретін рас. Мартиннің іші сезеді де. Бірақ жылдар өткен сайын бұрынғы қалып өзгеріп, қазымыр, ашушаң болып кетуі рас. Оны мұндай халге жеткізген ауыр бейнет, көп семья күйеуінің қыңыр мінезі. Мартинге шіріген овощның, кірдің, көп қолдан өткен бақыр ақшаның иісі апасына сіңіп кеткендей көрінді. Бар, тамағыңды ішсейші, деді Гертруда інісіне. Іші жақсы көріп тұрса да, сырттай қаталсынып. Дүние кезіп кеткен аға-інілерінің ішінде ең жақсы көретіні де осы Мартин еді. Жарайды, бері кел, маңдайынан ескейін, деді апасы әлдеқалай ықыласы түсіп. Ол сабынның көбігі әуелі бір қолынан, сонан екінші қолынан сиыры сүрді. Мартин апасының ауыр денесіне қол тартып, тершіген дымқыл ерінен өпті. Гертруда көзіне жас алды. Бұл жүрегі жібігеннен де емес, үнемі ауыр мехнат шейіп қалжырағандығынан да болар. Гертруда итеріп жібергенмен Мартин оның көз жасын іркіп алғанын көріп қалды. Тамағың пеш ішінде тұр, деді апасы тәбдірлеп. Джимда тұрған шығар. Бүгін мен де кір жуғалы таңсәріден тұрдым. Бар, тамағыңды тез ішіп үйден шық. Бүгін күн ауыр. Том бізден кетіп қалған. Енді бүгін Бернардтың өзіне көлік айдауға тура келеді. Мартиннің көңілі бұзылып кетті. Ас үйге барды. Апасының қызарған беті, алғам-салғам сиқы көз алдында әлі тұр. Қолы тисе мені күтер еді деп ойлады Мартин. Бірақ жұмыстан діңкесі құрып кеткен ғой. Хайуан Бернард Хиггинботам осыншама азапқа салып қойғанын қарашы. Бір жағынан апасының сүйісуінде ешқандай жарастық болмауы да есінен кетпейді. Бірақ бүгінгі сүйісуінде бір өзгешелік бар. Гертруда тек кемеге шығарып салғанда, немесе сапарынан қайтқанда ғана сүйуші еді. Бұл жолы сүйіскенде аузына сабынның дәмі келді. Әрі ерінінің бұрынғыдай емес, бұл жырап кеткенін байқады. Әдетте сүйіскенде ерін деген тез бүріп әкетпеуші ме еді. Ал мынау әбден қалжыраған, сүйісудің не екенін де ұмытқан әйелдің әдетін істеді. Апасының қыз кезі есіне түсіп кетті. Жас жағында күндізгі ауыр жұмысынан қолы босасымен ойынға барып, түні бойы би билеп, таңертең тура кір жуатын жеріне жұмысына бара беретін. Көңілі тағы да Руфьке ауды. Өзі сияқты ерні де уылжап тұрған шығар деп ойлады. Көз тастағаны, қол алысқаны сықылды, сүйіскенде де шыны қылғасымен құшырланып сүйсем екен. Қиялында қыз ерні өзінің еріне тигендей басы айналды. Аспанда раушан гүлдің желектері арасында хош иіске елтіп қалықтап жүргендей көрді. Ал үйде екінші пәтерші, жалғыз өзі су қараған адамшы әлдеқайда қараған қалпы сұлу ботқасын соғып отыр. Ол слесарь мамандығына жаңа үйреніп жүрген жас жігіт. Жібі бос жігерсіздігінің үстіне ақыл аздау болуынан тіршілік үшін күресте жеңіп шығады деп айту қиын. Тамағыңды неге жемейсің? Деді ол шала піскен суық ботқасына селқос қарап отырған Мартинге. Немене, кеше тағы арақ ішіп тойып па едің? Мартин басын шайқады. Ол айналасындағы сүреңсіз бейшаралықты көріп, көңілі жүдеп отырған Руфь Морз бұрынғысынан да алыстап кеткендей көрінді оған. Мен кеше мас боп қалыппын, деді Джим күйгелектеніп қалтырай күліп. Өлгенше ішіппіз. Қыз да қызақ екен. Үйге бил әкеп тастады. Мартин тыңдап отырмын дегендей басын изеді. Әңгімелескен адамға кім болса да осылай ілтифат көрсететін әдет еді. Ыдысына суып кеткен жылымшы кофе құйып алды. Бүгін Лотосқа би билеуге барасың ба? Деді Джим тағы да. Сыра болады. Темаскальдың түсірегі келсе төбелесте болмай қалмас. Мейлі. Бәрі бір қызымды ертіп барсам, фу, аузымның дәмі кетіп қалғаны. Бұл не бәле? Ол бетін тыржитып бір жұтым кофемен аузын шайқады. Джулияны білуші ең? Мартин басын шайқады. Қазір ол менімен көңіл жарастырып жүр, деді Джим. Қыз емес, кәмпит.
Саған таныстырар ем, басын айналдырып аласың ғой деп қорқам. Құдай ақына, саған осы қыздардың неге үйріле кететінін білмеймін. Кез келген қызды жігітінен оп-оңай айырып ақ кетесің. Кейде ызам келеді. Саған әлі содырым тиген жоқ қой, деді Мартин селқос. Мэггиді ұмыттың ба? Ол екеуміздің арамызда ештеңе болған жоқ. Түнеугіден қайтып билегенім де жоқ онымен. Сен бір билеп, бірер көз тастап едің, сілесі қатты ғой, сілесі қатқырдың. Сенің ойыңда түк жоқ. Бірақ сонан кейін қыз маған қарамай кетті. Мені көрсе сені сұрайтын болды. Егер көңілің қаласа, кездесуге кетер емес еді. Мен қалаған жоқпын ғой. Ой, әйтеуір менен безіп кеткесін бәрібір дағы, деп Джим Мартинге қызға қарады. Сенің осы не сиқырың бар, Март, Қызға көп аса назар салмаймын. Бар өнерім осы. Ой, қуай, сен қызықтыру үшін әдейі елемегенсіп жүреді екенсің ғой, солай ма? Деп Джим қазбалап қоймады. Мартин біраз ойланып отырды. Мүмкін ондай әдістің де болуы, бірақ менің әйелге құлқым жоқ шын. Сен де бір қыздарға қырын қарап бәлденіп көрсейші, соңыңа ере кетпес пе екен? Қой құрсын, қап кеше сенің Райлиде болмағаның ай, деді Джим, ешбір логикасыз, ешқандай байланыссыз. Сонда Батыс Оклендтің бір сұлуша жігіті болды, лақап есімі Егеуқұйрық деседі. Пәтшағардың төбелеске шапшаң ай, біздің жігіттердің ешқайсысы төтеп бере алған жоқ. Сенің болмағаныңа бәріміз де өкіндік. Кеше қайда жүрдің сандалып? Оклендте болдым. Театрға бардың ба? Мартин тарелкасын ысырып жіберіп орнынан тұрып есікке қарай жүрді. Сонымен би билеуге келесің бе? Деді Джим артынан дауыстап. Жоқ, бара алмаспын сірә, деді Мартин. Ол баспалдақтан жүгіре түсіп далаға шықты. Таза ауа жұтқысы келді. Мына үйдің тымырсығынан тұншыға жаздап отырғанда бір жағынан Джим ашуына тиген еді. Бір кезде әбден ызасы келіп, Джимнің тұмсығын тәрелкесіне ботқаға батырмақ та болған. Джим әлденен мыжыған сайын руф алсай түскендей, мына мал сықылды малғымдардың арасында жүргенде тегі қызбен терезесі теңелер мекен деп ойлады. Алдында тұрған міндетті ауыр екенін сезіп, болашақтан күдер үзгендей де болды. Торықты. Өзі тәрізді жұмысшы табынан шыққан адамның сорлы екенін түсінді. Төңірегіндегінің бәрі, апасы, оның үйі, семьясы, слесарь Джим, қысқасы бала жасынан етене үйренісіп кеткен тұрмыс тіршілігі әбілетте еңсесін басып көтертпейтін сияқты. Өмірден бейілі мүлде қайтқандай сезілді. Бұған дейін барға мәзір болып жүре берген ғой. Жақсы жаманды тек кітап оқығанда болмаса аңғармаған. Кітаптың аты кітап, ол дүние қызығының ғажайып ертегісі ғана. Ал бүгін таңғажайып дүниенің шындығына да көзі жетті. Соның нақты көрінісі іспетті руф сынды толықсыған сұлу гүлді көзімен көрді. Енді мұнан былай ғашықтық отына күйіп құса болмақ. Үміт шіркін алдандырып азап отына сала бермек. Мартин Берклидегі және Оклендтегі екі көпшілік кітапхананың қайсысына барсам екен деп біраз ойланып тұрып, ақыры Оклендке бармақ болды. Өйткені руф сонда тұрады, кім білген. Қыздың бір барса баратын жері оқу үйі. Мүмкін кездесіп қалар. Ол оқу үйінің қай бөлімі қайда екенін білмейді. Ұзыннан ұзақ қаз қатар сансыз кітап тізілген. Астылы үстілі сөрелердің арасында адасып біраз жүрді. Оның сыңайын байқаған түрі француз әйелдеріне ұқсаған бір нәзік қыз анықтама беретін кітапхана жоғарыда деп жөн сілтеді. Ол стол басында отырған кісіден бар жайды сұрап білместен бетімен жүре берген. Сөйтсе философия бөліміне кіріп кетіпті. Философия кітаптары дегенде бұрында еститұғын. Бірақ бұл ғылым жайында осыншама көп жазылуынан хабары жоқты. Қалың томдар толы биік шкафтар есін кетірді. Тамаша да таңсық көрінді. Мұнда миға азық табылатын түрі бар. Математика бөлімінде тригонометрия туралы кітаптарды тауып алып, өзіне мағынасыз көрінген цифрлар мен сызықтарға біраз үңілді. Кітап ағылшын тілінде жазылса да, мазмұнын ұққан жоқ. Бұл бір өзіндік ерекше тіл тәрізді. Осы тілді Норман мен Артур біледі. Екеуінің өзара осы тілде сөйлескенін естіген. Екеуі де руфтың ағалары. Сонымен философия бөлімінен кетерде Мартинді үмітсіздік жеңіп, кітаптар жан-жағынан топырлап, тапап кететіндей көрінген. Адам баласының білімі ұшан теңіз деп бұрын ойламаған ғой. Осының бәрін меңгере аламын ба деген күдік туды. Бірақ меңгерген адамдардың болғанын, тіпті көп болғанын, көңіліне медеу етіп, өзгенің өресі жеткен дүниеге менің дөрем жетеді деп түйді. Осын етін орындамаққа серт етті. Ақыл парасаттың асыл қазынасын аралап адасып жүріп, ол біресе торғады, біресе шаптанады. Жалпы бөлімде Норридің қысқаша курсы көзіне түсті. Зор ілтифатпен бетін ашып барады. Ұнатты. Авторы өзі сықылды теңізші екен. Боудичтің навигация анықтамасы, Лекки мен Маршалдың шығармалары табылды. Міне бұл тамаша дүние. Енді ол навигация өнеріне жетеледі. Арақ ішуден тыйылып, іске мықтап кіріседі. Капитан болып алады. Осы бір сәтте руф жанына жақын келгендей көрінді.
Капитан болып алса, қыз қаласа қосылуы ғажап емес. Қаламаса амал нешік, әйтеуір оқып адам қатарына қосылып кетеді дағы. Бірақ мұнан былай арақ ішпеу керек. Бір кезде кеме қамсыздандырушы мен кеменің иесі есіне түсті. Бұлардың екеуі де капитанға қожа. Капитанмен еш уақытта жұлдызы жарыспайтын адамдар. Екеуінің қайсысы болса да капитанды құртайын десе құртып жібере алады. Бөлмені айнала шолып, 1000 том кітапқа көзі сүрінді. Жоқ, теңізді жиып қою керек. Мына самсаған сансыз кітапта керемет күш жатыр. Егер ол іске шын тәуекел етсе, сол үшін құрлықтар іске асыруы жөн. Оның үстіне капитандарға теңіз сапарына елін ала шығуға рұқсат жоқ. Сәске түс. Уақыт өтіп барады. Мартин ас ішуді ұмытып, сыпайыгершілік салты туралы кітап іздеп, әр кітаптың атын қараумен әлі жүр. Оның ақылына мансабы туралы оймен жарысып, болымсыз ұсақ нәрселер де орала береді. Егер жас леди қоштасарда келіп тұрыңыз десе, неше күннен кейін барған жөн. Бірақ бұл сауалына іздеген кітабынан жауап тапқан жоқ. Сыпайыгершілік дәстүрі туралы ұзын сүре ережеден басы қатып, тіпті дегдарлар арасында визит карточкасын алысу дегеннің де не екенін жөн жосығын біле алмады. Ақыры бәрінен бейілі қайтып жабырқады. Іздеген таба алмаса да сыпайыгершіліктің бүге-шігесін жақсы білу үшін, оны орындау үшін аса көп уақыт керектігін, қатты бүкіл өмірін осыған сарп етуге тиіс екенін түсінді. «Қалай, таптыңыз ба керегіңізді?» деді бағанағы шыға берісте сол басында отырған кісі. «Иә, сэр, кітапханаңыз өте бай. Бек жақсы екен», деді Мартин. Кітапханашы басын изеді. «Жиі келіп тұрыңыз. Өзіңіз теңізші емессіз бе?» «Иә, сэр. Қолым тисе тағы да келіп тұрармын». «Менің теңізші екенімді бұл қайдан біледі?» деп ойлады ол баспалдақтан түсіп келе жатқанда. Көшеге шыққанда теңселмей, ырғаңдамай тура жүруге тырысты. Ойланбай келе жатқанда бұл серт есінде еді. Кейін бәрін ұмытып, өзінің әдетті жүрісіне түсіп кетті.